berip, armansız erkeletip, şın жүрегіңмен жақсы көрсең болды. Солай ма, Тәби? Дәл солай. Апа, мына жәшік неге бір ғана арнаны көрсетеді? Ал, жаңа ғана не дедің? Әй, Тапер, сен... Жоқ, Ральф. Ванилопаны көрген жоқпын. Соңғы 30 секунд ішінде ештеңе өзгерген жоқ. Кешір, жай уайымдап отырмын. Ол кәдімгідей қуып кетті. Қылықтары бір түрлі. О, айтпақшы тіпті маған сенімен дос болу жеткіліксіз деп айтты. Қалай жеткіліксіз? Мен керемет доспын. Солай ғой, Тапер. Айтшы. Кешір, кімнің қылығы бір түрлі дейсің? Ральф, қойсаңыз. Ол ойынсыз қалды. Оған уақыт бер. Келдің бе? О, Сәлем, Ральф. сәлем, Феликс. Сен де осында келетін болғансың ба? Бүгіннен бастап. Иә, достым, естідім. Ананы Ванилопаға алғанмын. Шеберуіңе әбден болады. Ол енді келмейтін сияқты. Рахмет. Қазір менің қалай қиналып жүргенімді сен білсең ғой. Бәріне өзім кінәлімін. Өмірден ләззат алуды енді сезініп ем. Сен маған қара. Досым, менің енді 15 қызым бар. Бұл ғажап емес пе? Ей, ойбай! Тоқта, не дедің, Феликс? Бұл ғажап емес пе? Жоқ, оның алдында. Ойбай? Иә, кешір, тағы қайталаш. Ойбай! Ойбай. Ойбай! Ойбай. Қайталаш. Ойбай! Ойбай. Ойбай! Иә. Мұнымен не айтпақсың, Ральф? Аркаданың сыртындағы қыз интернетте басқару рөлі бар деді. Ойбай ма, әйбай ме? Ибей! Таптым, ибей! Ральф, сен интернетке кіріп, сол нәрсені тауып әкелмекпісің? Ол бөлшекті тауып әкелсем, оның ойыны жөнделеді. Тек сонда ғана Ванилопа бақытты болады. Егер тәтті сайыс қайта іске қосылса, онда менің үйімдегі шашымды ағартып жүрген қыздарым қайтадан өз үйлеріне оралатын болады. Ральф, бұл аса маңызды, аса жауапты тапсырма. Мен саған сенем. Рахмет, досым. Ральф, қайда бара жатырсың? Сусының ақшасын кім төлейді? Феликс төлей салады. Ішімдік тегін, бәріне Феликс төлей салады. Жар үкел. Ей, ойбай!